Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз 42.500 теңгеге Telegram бот арқылы өтініш тастауды үйренеміз. Ол үшін Telegram'ды ашамыз. Telegram'ның іздеу жолағына help 42.500 бот деп жазамыз. Мына жасыл 1414 деген эмблемасы бар ботқа қосыламыз. Өзіміздің қай аумақта тұратын соны көрсетеміз. Бізде Қарағанды облысы. Төмен жақта старт батырмасын шертеміз. Одан кейін төмен жақта работник или самозанятый деген бар. Егер сіз айлығыңыздан айырылған жұмысшы болсаңыз, работник таңдайсыз. Ал егер өз-өзіңізді жұмыспен қамтыған адам болсаңыз, самозанятыйны таңдайсыз. Самозанятыйны таңдаймыз біз. Одан кейін ЖСН-ді жазамыз. Ешқандай пробелсіз, только ЖСН символды. Жіберу батырмасын шертеміз send дегенді. Одан кейін email поштаны жазамыз. Жіберу. Одан кейін мобильді нөмірімізді жазамыз. Жіберу. Одан кейін шот нөмірімізді жазамыз. 20 символдық. Жіберу. Одан кейін барлық мәліметтерді көріп шығамыз. Дұрыс болса, подтвердить заявку деген батырманы шертеміз. Біздің өтінішіміз қабылданды. 3 жұмыс күнінің ішінде статусы анықталатын болады. Өтінішіміздің нәтижесі шығатын болады. Міне осымен өтініш қалдыру аяқталды.